Достар, қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге дәмі өте керемет болып шығатын королевский тортымызды дайындайтын боламыз. Каналыма лайк басып тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қойыңыздар. Қосатын қоспаларымызды төменге жазып кетемін. Жұмыртқамызға шым-шым тұзымызды салып араластырамыз. Қантымызды қосамыз. Дәл осы видеодағыдай 2-3 есе көбейгенше араластыратын боламыз. Сүтіміз бен су майымызды құя отырып араластырамыз. Ұнымызға қопсытқышымызды қосып електен өткізе отырып араластырамыз. Дайын болған қоспамызды 4 бөлікке бөліп, бірінші бөлігіне грек жаңғағын қосып араластырамыз. Формамызға салып, духовкада 160 градуста 30 минуттан пісіріп аламыз. Қалған бөліктеріне кишмиш, какао, мак қосып пісіріп алатын боламыз. Піскен қорждарымыздың беткі бөлігін кесіп алып тастаймыз. Кремін дайындауға творожный сырымыз бен қант ұнтағын салып, аздап араластырып аламыз. Креміне қосатын қоспаларымыз суық болуы керек. 33-35% сливки қосамыз. Толығымен қоюланғанша қатты жылдамдықта араластырамыз. Креміміз дәл осындай қою болуы қажет.
Кремімізді араластырып, кондитерлік қапшыққа салып аламыз. Тортымызды жинауға подложкамызға аздаған кремімізді жағып, тортымызды жинаймыз. Бисквитімізді дәл ортаңғы бөлігіне қойып, кремімізді жағып шығамыз. Бетін тегістеп, екінші бөлігін қоямыз. Кремімізді жағып шығамыз. Кремімізді тегістеп, келесі бөлігін қоямыз. Кремімізді толығымен жағып шығамыз. Бетін тегістеп, келесі бөлігін қоямыз. Артық шыққан кремдерін жағып шығамыз. Аралары ашық қалған жерлерін креммен толтырып шығамыз. Тортымыздың сыртын пленкамен қаптап, кальсонмен қысып, формасына келтіріп аламыз. Тортымызды холодильникке 5-6 сағатқа қоямыз. Майымыз 82%-дан жоғары болуы қажет. Үй температурасында майымыз ағарып, көлемі үлкейгенше миксерлейтін боламыз. Дәл осындай формаға келгеннен кейін қант ұнтағын қосамыз. Творожный сырымызды салып миксерлейміз. Креміміз қоюланып, бір қалыпқа келгенше миксерлейтін боламыз.
Тортымызды холодильниктен шығарамыз. Кремімізді араластырып, тортымызға жағып шығамыз. Тортымыздың кремін толығымен жағып, бір қалыпқа тегістелгенше тегістейтін боламыз. Тортымызды толығымен тегістеп, холодильникке жарты сағатқа қоямыз. Тортымызды әрлеуге осындай топпер қолданамын. Тортымыздың алдыңғы бөлігін таңдап аламыз. Топперімізді ыңғайына қарай орналастырып шығамыз. Изомальттан дайындалған топперлерімізді қойып шығамыз. Алдағы уақытта осы тортымызды әрлеген декорлары бойынша сіздерге таныстыратын боламын. Бисквитімізді бетіне сеуіп шығамыз. Туған күн иесінің есімін жаздым.
мастикадан жасалынған добумузду коябыз. Тортумуздун көлөмү 20 см, бийиктиги 15 см, салмагы 2 кг болду. Достор, менен бирге болгондарыңызга рахмет. Видео сиздерге унаган болсо каналыма тиркелип коюңуздар.